Көктүрік қағанатын құрған ашина. Аңыз түбі ақиқат. Сондықтан бұл аңыздар бізді көктүрік қағанатын құрған әйгілі ашина әулеті туралы ақиқатты зерделеуге жетелейді. Ашинаның шығу тегі мен олардың Алтай тауларына қалай келгендігі жайында Қытайдың Джоушу, Вейшу, Таншу, Тундянь сынды жырнамаларында бірнеше аңыз нұсқалары баяндалған. Мәселен, Тундянь жылнамасының 197 тарауында ашиналардың шығу тегі туралы мынандай аңыз сақталған. Көктүріктер әуелден Пинлянды мекендеген хулардың бірі еді. Олар негізінде ғұндардың бір бұтағы болатын. Арғы тектері ашина, кейін Вей заманында Тайву патша Чечу әулетін талқандаған соң ашина 500 отбасымен жужандарға қашып келіп, Алтай тауын мекен етті. Бұл таудың пішіні дулығаға